Адам өмірде екі нәрседен қателеспеу керек. Соның бірі мамандық таңдау. Ал егер жүрек сүзгісінен өткізіп, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын таңдасаңыз, онда Болашақ Академиясы білікті маман болып шығуыңызға кепілдік береді. Болашақ Академиясының қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілді мектептерде қазақ тілі мен әдебиетін оқыту бойынша бакалавриат дәрежесі, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша магистр дәрежесін оқытады. Аталмыш мамандықтарды бітіріп шықсаңыздар, сіздер тек мұғалімдікпен шектелмейсіздер. Сіз жалпы білім беретін орта мектептерде, лицей, гимназияларда оқытушы болып, ғылыми зерттеу мекемелерінде кіші ғылыми қызметкер, әдеби, мәдени мекемелерде баспа орындарының бас маманы болып, орта мектептерде, гимназия, лицей, колледждерде мамандығына тікелей қатысы бар мекемелерде ұйымдастыру басқару қызметтері, мемлекеттік органдарда, түрлі кәсіпорын, өндіріс орындарының іс қағаздары мен құжаттау бөлімдерінде өндірістік басқарушылық қызметтер, әдеби кеңесші, кез келген мемлекеттік қызмет, оның ішінде ішкі істер министрлігі, әкімдік сияқты мемлекеттік мекемелерде баспасөз хатшысы, сонымен қатар баспасөз беттерінде не болмаса ақпараттық, әдеби сайттарда журналист болып та қызмет атқара аласыз. Болашақ Академиясының қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын таңдауыңызға түрткі болатын тағы да 5 себеп. Оқу ақысының төмендігі мен білім сапасының жоғарылығы. Қазақстанның жоғарғы оқу орындары арасында білім беру бағдарламасының рейтингісі бойынша қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының бакалаврлық жетістігі 4-ші орынға, магистрлік жетістігі 2-ші орынға табан тіреген. Түркиядағы Ататүрік, Ересун, Қожа елі, Қытай, Ресейдің Башқұртстан, Таулы Алтай университеттерінде, сонымен қатар Қазақстанның көптеген қаласындағы оқу орындарынан академиялық ұтқырлық бойынша тәжірибе алмасып келе аласыз. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында жасалған екі жақты келісім шарт негізінде студенттер шетелдік оқу орындарында ақысыз дәріс тыңдайды. Осылайша, қос тарапты студент алмасу арқылы студенттер біріншіден шетелдік оқу орындарының қонағы болады. Екіншіден, шетелдік оқу орындарының оқу жүйесімен танысады және шетелдік мамандардың білімін сіңіреді. Үшіншіден, тіл үйренеді. Мәселен, әр жылдарда Түркия Республикасына барып, дәріс тыңдаған студенттер түрік тілін толығымен меңгеріп, тілдік білімін растайтын арнайы сертификаттар иеленуде. Біз сіздің талабыңызды шыңдайтын ән, би, күй өнеріне, ақындық шешендік өнеріне, актерлік қабілет, дебат ойындары, сұхбат алаңы, журналистік қызығушылығыңызды дұрыс арнаға тоғыстыратын Құмырдария жалынды жастар орталығына асыға күтеміз. Қарағандының әдеби ортасы үшін қара шаңыраққа айналған бота зияткерлік интеллектуалды орталығының белді мүшелері болуға, сонымен қатар ақын, жазушы болам деген талапкерге кәсіби деңгейде кітап шығарып беруге кепіл боламыз. Олай болса, Болашақ Академиясы сіздерді шақырады.